Мамам, короче, хочет снимать блог YouTube. Сен көршің жеге. Сен көрдің. Мен сенің сценарийін жазсам еще орын. Короче, мен бар ғой, әртістің анасымын ғой, Арғын. Әртіс деген орысшасын білесіздер ма? Каждый зуб. Әртіс. Әртіс, мен әртісімін. Мен осының анасымын ғой, Арғынның анасы, мен Саямын. Мен осы әртістің анасының өмірі қалай болады, не істейді екен, сол бойынша канал ашып, менде канал бар, YouTube канал. Соған сала бергім келеді. Салып тұр просто. Осылай мен мама бір ракурс подбери, короче, қойын да. И любой моментте осылай қойып қойды. Осылай бір андай не просто так, мен бүйтіп жатырмын емес, а вот интересный моменттер бывает, которые действительно интересный. Сен өзіңді ойланып қаласың ғой. Сол моменттерді осылай қосып келді, тук деп осылай айта бер. И Ерғанды қайт, именно осы жерін келсе, Ерғанға давай смонтируй все это, а ютубпен шах разберется, да? Иә, шах разберется. Айтамыз шахқа, иә. Но мен жаңа мысал үшін қара, столовыйға бардым да, столовыйда қыздарды түсіріп алдым, олардан сөйлестім, мынау не деген здание, бұл жерде неменелер бар деген сияқты. Это акимат говорят, да? А? Это акимат? Да, газ транспорт, бірдеме. Кажется, Сейчас скажу, что это акимат. Газ шығаратын мекеме екен. Сол, білмеймін, үкіметтің қазір. Ондай бір моменттер, знаешь, соны түсіргенде қалай? Жоқ, түсірген дұрыс бәрі. Ну, енді, в общем, бәрі түсіре бер. Жоқ, мен осылай ғана отырып қана мынандай ғана неде түсірмеймін ғой. Маған еще разный формат нужен. Иә. Иногда, да. Да, иногда былай алып интервью. Но желательно, чтобы был такой горизонтальный, вот, да? Горизонтальный? Да, горизонтальный, потому что широкий формат, как көрген кезде, чтобы широкий был формат. Да, вертикально, это сторис, там, рилс, темалар. Олар вертикально. Тема. Все, осылай, короче, түсірем, да? Осылай түсір, все, началось. Начался канал Мама Артиста. Все.